Сәлем достар, бізбен ойын арнасына қош келдіңіздер. Және бүгінде мен мынандай камера сатып алдым. Insta360 Link the AI Powered 4K Webcam деген. Және осы камераны распаковка жасайтын боламыз. Қазір сіздерге көрсетемін. Қандай екен, көздеріңізше көрейік. Негізі не бар дейді ғой, искусственный интеллекттің ішінде. Жасанды интеллектпен камера. Біріншіден тұрмын. Жалпы неге алғаным бұны? Мен бұрын телефонмен түсіріп жүрдім, негізі ойындарды. Poco телефонмен, Poco F3-пен. Сосын енді мына камера алайын дедім. Міне мынандай шыққандар. Алып шығайық, жайлап. Саған, ничего себе. Что дейміз? Аккуратненький да сондай. Не бар ішінде вообще, көрейік давай. Ішінде не бар екен? Мына коробкасы бар. Көрейік не бар ішіндегі. Шындыр. Міне ішінде не бар? Ішінде мынандай зат бар бізде. Так, кабелі бар екен, нормальный кабель. Type-C мекен. Ага. Дұрыс, екі жағда Type-C, қараңыздар. Ұзындығы жақсы сияқты, жетеді негізі телевизордың астына қосып қоюға место. Ух ты. Insta360, мынау, инструкциясы, мынау терлемеу үшін. Мынандай бір нәрсесі бар. Наклейка ма? Наклейка сияқты, да? Да, наклейка. И және мынандай бір USB ма бір нәрсе бар. Бұл деген бізде Мадина, бұл деген бізде мынандай зат. Переходник. Переходник, егерде Type-C'іңіз болмаса компьютерде осы переходникті қоса салып, компьютеріңізге қоса салып болады. Ешқандай проблема жоқ. Тағы не бар екен, ішін ақтарайын мен. Басқадымда жоқ негізі. Басқадымда жоқ. Но негізі күшті пластиктен жасалған вообще. Ұнап тұр маған. Короче, простой коробка, да, мне инста алып түсіреді, 4К түсіреді, Full HD түсіреді дегенім. Енді бұны қосып қараймыз біз компьютерге. Сосын мен сіздерге көрсетемін, мен телефонмен қалай түсірдім, соның несі сапасы қандай, жазудың бірден байқайсыздар. Сосын мына камераның сапасы қандай екен. Мына қараңыздар, басы қозғалып тұр бет. Өзі қозғалады ма сондай? Роботик. Мынаның несі бар еще, мынандай салатылғаны ма? Мына жерде кошын деп қойған. Камера чуть-чуть қызып кетуі мүмкін дейді, егер көп жұмыс істесе дейді. Мынандай Insta360 дейді. Астына, мындай астына несі бар. Етіп қоятыны. Стойкадағы да қою болады. Көрейік қазір енді. Достар, міне қараңыздар, енді қостық. Мен екі камера көріп тұрсыздар. Сол жақта ол менің соткам түсіріп жатыр. Ал оң жақта светлый болып тұрған, ол жаңа мне новый веб-камерам түсіріп жатыр. Бұл новый веб-камерда еще HDR қосылып тұр. HDR-ды сөндіріп көрші. Бұл светлый болып тұрған сияқты, да? Не, более-менее болды. Енді мне қараңыздар, оң жақта неге бұл соткамен мен түсіріп жатқан жоқ. Неге соткалардың несі качествосы дейді ғой, сапасы андай жай веб-камералардан жақсы ғой. Сосын мен соткамен түсіріп алдым. Неге мен веб-камера сатып аламын, неге деп мысалы сотканың сапасы жақсылау деп. Сосын оның сотканы бірақ оны бірден қоса алмайсың. Качество жақсы болса да. Качествосы жақсы, оған бірақ программа керек, Irion деген программа, бесплатная программа. Сол Irion арқылы Irion'ды жазып аласыз компьютерға, сосын соткаңызды қосасыз да через немен USB-мен. Ол сізге вертін камера жасайды, осындай соткаңыздың несінен, фотоаппаратынан, камерасынан. И сосын сұралғыздар OBS-пен түсіру бар. Бірақ оның проблемасы, мысалы 2 сағаттай, олай 1 сағатта өнесің. И тут бір қарап көргенде бір түсіріп бере жатады, мысалы жақсы болып, да? Ешқандай несіз, сбойдың да болмай. Ал бір күндері сосын түсірмей қалады. Не представляете, сколько такого. Соңғы ретте мысалы ойнап, ойынды түсірмей қалды, соған жыным келді, короче. По 3 часа можно записывать. Нормальный камера. Сосын бір жағынан минусы тағы да ол мына через
негізі не ғой енді ол үшін арналмаған ғой сотовый қызады. Мысалы 2-3 сағат бойы оянсаң сол экраны сөнбей нетіп отыру керек, жанып отыру керек та қосылып. Ол телефонға нагрузка береді, экранына да, батареясына да. В общем, телефон тез құртылуы мүмкін деген сөз ғой. Сондықтан ең дұрысы ол нормальный камера алған жас, мысалы беззеркальный, цифровой күшті. Немесе мынандай осындай веб камералардың осы Insta360 деген, мысалы Insta360 Link деген ішінде жасанды интеллект бар. Сол камера жақсы, негізі өзі трекші етеді. В общем, качествосы жақсы. Мен көп жағында жақындап қарасам, екі телефонмен качествосын, сосын камераның качествосы. Меніңше мынаның качествосы жақсылау сияқты, да? Главное, чтобы работал. Мына сол өзі қозғалады, короче. Да. Сен қазір міне саған қарап отыр ғой, да ол? Давай мы сейчас, короче, снимем на сотовом. Қалай? Как он двигается за снимаешь. Давай, түсір аламын. Мен қазір былай көрсетейін сізге. Бұл жақтан мен былай аударамын. Мен OBS қосып отырмын. Сосын мына жақта ол не қозғалады, короче. Мен қозғалып отырған жоқпын камераның өзі, короче. Вот так, автотрекинг. Автотрекинг жасайды, әне камераны қараңыздар. Мен өзі қозғалып отыр. Сен пакетін алмағансың. Пакетін алып тасташы. Салафан. Думаешь, можно оставить? Зачем деген дұрыс качествосына әсер етеді ғой. Жандағыларын алып таста. Ой, блин, это он из-за него тогда показывал. Смотри. Жандағыларын алып тасташы. Смотри. Жандағыларын алып тасташы. Оп. Да бәсе, блин. Я думал, почему он такой желтый? Сарлау түседі. Бірақ соған рахмет айтып түсіріп жатыр едік. Оказывается, нормально түсіреді екен ғой дешеші, одан да жақсы. В общем, мне... Все, на тебе скажи, на мне фокусируется, да? Вообще лучше болып тұр, короче. Мынамен салыстырғанда вообще, онша емес, телефонның качествосы. Жоқ, телефонда күшті түсіреді ғой, бірақ программа нетпейді оны. Программасы нетпейді, мен өзі қозғалады, да, қазір? Да, это ко мне. Өзі қозғалып отыр. Да, но тебя затречил, что я исчез. Мне точно өзі қозғалып отыр. Короче, осылай. Достар, камера жақсы. Маған ұнап отыр. Insta360 Link деп аталады. Осы камера. Ал келесі кездескенше, келесі видеода күтіңіздер. Жақында ойын шығаратын боламыз осы жаңа камерамен.